Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 80-ші сабақ зат есімнің тәуелденуі тақырыбын жалғастыратын боламыз. 56-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Үйрену. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Тік ұшақты жасадық, инеліктен үйреніп. Суда жүзген балықты бақыладық байыпты. Соған қарап жасадық, біз сүңгуір қайықты. Аққұманның оттағы бүлкіл дейді қақпағы. Соған қарап белгілі паровозды тапқаны. Аяз шебер суретші салады әсем суретті. Терезені оюлап өрнектеуді үйретті. Өлең Абдрахман Асылбековтен. Ал енді төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Ғарышқа ұшу қалай пайда болды? Ғарышқа ұшуды әуеде ұшатын құстарға инелікке қарап ойлап тапты. Екінші сұрақ, адам қайықты қалай ойлап тапты? Судағы балыққа қарап, адам қайықты ойлап тапты. Үшінші сұрақ, бу машинесі қалай дүниеге келді? Бу машинесін отта қайнап тұрған аққұманға қарап ойлап тапқан екен. Адам табиғат құбылыстарынан тағы нені үйрену мүмкін екен топта талқылаңдар. Балалар, адамдар табиғат құбылыстарынан тағы да көптеген заттарды үйрену мүмкін. Соның ішінде мысалы аспандағы ай, күн, жұлдызға қарап үйдегі электр жарығын ойлап тапқан. Ал өзендер мен көлдерге, мұхиттарға қарап жасанды көлдер мен жүзуге арналған бассейндерді жасады. Келесі тапсырма, өлеңнен тәуелдеулі сөзді тап. Сол сөзді үш жақта жекеше, көпше түрде тәуелдеп жаз. Өлеңде балалар тәуелденген сөз қақпағы сөзі. Ал енді осы сөзді үш жақта жекеше, көпше түрде тәуелдеп жазып алайық. Бірінші жақ жекеше түрде менің қақпағым, екінші жақ сенің қақпағың, сыпайы түрде сіздің қақпағыңыз, үшінші жақ оның қақпағы. Көпше түрде біздің қақпағымыз, сендердің қақпақтарың, сыпайы түрде сіздердің қақпақтарыңыз, үшінші жақ олардың қақпақтары. 57-ші жаттығу сөз жұмбақты шеш. Құйрығы айыр құс, ол қарлығаш. Балды жақсы көретін аң, аю, оқу құралы кітап, қысы-жазы жасыл түстегі ағаш, шырша, жаңбырдан кейін пайда болатын түрлі түсті доға, ол кемпір қосақ. Сөз жұмбақтың шешуі шатыр сөзі шықты, иә? Ал енді сөз жұмбақтың шешуіндегі сөзді тәуелдеп айт дейді. Олай болса шатыр сөзін тәуелдейміз. Жекеше түрде бірінші жақ менің шатырым, екінші жақ сенің шатырың, сыпайы түрде сіздің шатырыңыз, үшінші жақ оның шатыры. Көпше түрде бірінші жақ біздің шатырымыз, екінші жақ сендердің шатырларың, сыпайы түрде сіздердің шатырларыңыз, үшінші жақ олардың шатырлары. 58-ші жаттығу төмендегі сөйлемдерден адырна мәтінін құрастыр. Балалар, мәтінді дұрыс құрастыру үшін төмендегі сөйлемдерге реттік сандар белгіледім. Осы сандарды ретімен оқитын болсақ, адырна мәтіні дұрыс құрастырылатын болады. Адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрап шанақ, мүйіз жасайды. Сонан кейін мүйізге жағалай құлақтар бекітіліп, ішектер байланады. Сонан соң шанақтың асты-үсті терімен қапталады. Дайын болған аспапты екі тізенің үстіне қойып, оң қол және сол қол саусақтарымен ойнайды. Осылай адырна мәтінін құрастырсақ болады. Алдымен, сонан кейін, сонан соң, ақырында сөздерін пайдаланып, зат есімді талдау үшін не істеймін тақырыбында 7-8 сөйлемнен тұратын мәтін құрастыр. Алдымен мәтінді түсініп оқып шығамын. Зат есімнің ережесімен сұрақтарын есіме түсіремін. Сонан кейін сөйлемдерге сұрақ қойып, сұрақтарға жауап беремін. Сонан соң негізгі зат есім және туынды зат есім екенін анықтаймын. Зат есімді талдаймын,
ақырында мәтіндегі зат есімдерді теріп жазамын деп құрастырсақ болады балалар. 59-шы тапсырма. Берілген тақырыптың біреумен хабарлама жаз. Зат есім туралы не білдім, немесе сөйлемімізде зат есім қандай рөл атқарады? Олай болса, зат есім туралы не білдім деп хабарлама жазып көрейік. Зат есім заттың атын, іс-әрекеттің иесін білдіреді. Кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Зат есім негізгі және туынды зат есім болып бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім деп, ал түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атаймыз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.